Сәлем достар, сендермен Мәке ТВ арнасы. Бүгінгі видеода ойын ноутбугі туралы обзор жасайтын боламыз. Бұл тек қана ойын емес, монтажға да және де басқа мықты ауыр программаларда қолдануға жақсы ноутбук деп ойлаймын. Ал ендеше кеттік. Компаниясының TUF сериясындағы ноутбук. Бұл жерде бізде ноутбукта процессоры AMD-нікі Ryzen 5 3550H деген процессор. Ол процессор соңғы 2019 жылы шыққан. AMD компаниясы осы 2019 жылға дейін в основном негізінен компьютерлік, яғни стационарный, яғни таза компьютерлерге арналған процессорлар шығарған болатын болса, 2019 жылдан бастап ноутбуктарға да арналған яғни процессорлар шығара бастады. Оны 3550H деген процессор шығару арқылы бастады. Онымен қатар 3750H деген 7-ші сериялық Ryzen 7-ші сериялық процессорларында шығарды 2019 жылы. Қазір 2020 жылы тағы да жаңасын шығарды. Ол таза есімде жоқ. Енді бұл процессор туралы айтатын болсақ, 3550H туралы, ол 4 ядролы 8 потокты процессор. 4 ядролы дегеніміз 4 ядросы бар, және оның жұмыс істейтін герцтарын айтатын болсақ, бастапқысы 2, ал турбобуста 33.7 герц жылдамдыққа дейін барады. Ол дегеніміз жай әшейін қатты қолданбаған кезде 2 ГГц жылдамдықпен жұмыс істейді. Мысалы, ойын мықты программалар қоссаңыз, уже 3.7 ГГц жылдамдыққа дейін барады. 3.7 ГГц жылдамдыққа дейін барады. Ол процессордың максималды түрдегі өзін ашатын герц. Және де оны ол уақытта ол процессор қызып кетеді. Соны қыздырмау үшін осы ноутбукта екі кулері бар. Қалай айтсақ, осы ноутбук негізінен бұл ноутбукта енді видеокартасы туралы айтатын болсақ, видеокартасы NVIDIA GTX 1650 деген видеокарта NVIDIA-ның. Енді ол бұлай айтқанда NVIDIA-ның бастапқы ойын сегментіндегі видеокартасы. Ол мықты деп айта аласың, бірақ ол бастапқы ойын сегментіне кіреді. Яғни бастапқы ойын сегменті дегеніміз қатты қымбат емес, бірақ ойынға да арналған видеокарталар десек те болады. Ол видеокартаның 4 гигабайт жады бар, жедел жады 4 гигабайттық. Сол информация в основном. Енді бұл ноутбукты алған көптеген себептерінің бірі ол экраны. Экраны бұл жерде бізде 120 Гц-ті IPS технологиясы бойынша жасалған жақсы 250 нит яркости бар, яғни яркости бар экран орнатылған. Бұл экран 120 Гц болғандықтан бұл көзге өте жағымды болып келеді. Басқа 60 Гц-ті монитормен, экранмен салыстырған кезде уже разницасын байқайсың. Ол әшейін браузерді қолданған кездің өзінде де, сайттан сайтқа өткен кезде, болмаса сайтта бұлай скроллинг жасаған кезде, ол бізге белгілі болады, оны көзіңіз ол сезетін болады. Ойындарды айтатын болсақ, ол ойындарда 120 Гц-тің пайдасы бар. Егер сіздің процессор мен видеокартаңыз ойында максимальный или высокий настройкасында 120 Гц-ке жақын FPS-ті шығаратын болса, ол кезде уже сізге көзіңізге байқалатын болады. Ал если 30, 60, 50 сондай шығаратын болса, ол негізінен айырмашылық жоқ ойындарда, если сіздің процессор мен видеокартаңыз шығара алмайтын болса. Бұл видеокарта мен процессорды қосқан Asus компаниясы. Бұл процессоры AMD-нікі, видеокартасы NVIDIA-нікі. Негізінен процессор Intel мен NVIDIA-нікі болатын. Бұрынғы
кездері 2019 жылдан бастап, яғни бір жыл бұрын Asus компаниясы осылай шешті. Сөйтіп және де осындай модификацияда HP компаниясында да бар, Gaming Pavilion деген сериясында, ол да жақсы деп айта аламын, бірақ оның бағасы мынадан қарағанда қымбатырақ. Енді бұл туралы айтқанда тағы айтатын болсақ, бұл жерде RGB подсветкасы бар клавиатураның. Ол дегеніміз клавиатурасы жанатын болады. RGB дегеніміз ол любой цветке қоясыз, сол цветте жанатын болады. Мысалы, мына жерде қазір көк цветте тұр, көк деген көк цветте бар. Любой цветті өзіңіз осында ноутбукқа Armoury Crate деген программа немесе TUF бір нәрсе деген программа арқылы цветін өзгерте берсеңіз болады. Және де бұл жерде осындай процессор мен видеокарта бар болғаннан кейін оны охлаждать ету, яғни салқындату жүйесі жақсы болу керек. Бұл жерге бізде салқындату жүйесіне екі мына жерінде кулер орнатылған. Ол екі кулерді осы жерден желді шығарып, яғни процессорды салқындатады. Ол процессорды екі кулері мықты салқындатады деп рекламалық видеоларында айтқан. Енді оны қолданыс барысында көретін боламыз. Ендігі видеоларда Құдай қаласа осы ноутбуктың толыққанды шолу жасайтын боламын. Ойындарда, видеомонтажда, немесе андай тесттарда қалай өзін көрсетті, сол туралы айтатын боламын. Және де осы процессордың ең басты қарсыласы 3550H-тың ең басты қарсыласы Intel'дің i5-8300H деген процессоры. Ол екеуін салыстыратын болсақ, бұл AMD Ryzen'дікі одан производительность жағынан сәл бір 5-10%-ке төменірек, бірақ бұның тепловыделение, яғни қызу максималды қызу несі 35 Вт болып есептелінеді. Ал Intel'да ол 55 па 50 ма точно айта алмаймын. Екеуі примерно производительность почти бірдей, бірақ AMD-нікі сәл болсын қалып тұрады. Бірақ екеуінің бағасын салыстыратын болсаңыз, процессорларының бұл қайда арзан және де қайда тепловыделениясы, яғни ыстық шығаруы аз болады. Және де сіздерге айтат кететініміз, бұл жерде ноутбукта порт туралы айтатын болсақ, яғни USB, наушник тығатын, зарядка тығатын, оң жағында ештеңе жоқ почти. Мына жерде кішкентай ғана андай бір нәрсе атым тұрмын, сондай тығуға арналған, оны қолдана бермейді. Және ол в основном порттар осы сол жағынан орналасқан, ол ойынға арналғандығын білдіреді. Себебі сіз қолданған кезде оң қолыңызбен осылай мышканы қолданып жатқан кезде сізге мына жағыңызда тығылып тұрмайды. Сол сізге удобный болуы мүмкін, удобный болу керек. Бұл жақта бізде екі USB 2.0 несі бар, USB бар, 3.0 біреуі бар, сосын HDMI, мынау интернетке арналған проводной, ал мына жерде зарядка тығатын, мына жерде наушникке арналған 3.5 миллиметрлік джек бар, мини джек бар. Тачпадтың айтатын болсақ, бұл жерде тачпад несі качествосы средний, орташа, бұлай неғылған кезде сәл болсын андай бір звуктар шығады, андай как бы астында ештеңе жоқ, сәл тық-тық деген сияқты. Оны сіздер естімеуіңіз мүмкін, бірақ мен қазір естіп тұрмын. Атак бұлай басқан кезде қолданысқа болады, бірақ мышкамен қолданылған дұрысырақ деп айтамын. Және бұл ноутбукта сатып алған кезде бастапқыда Windows болмайды. Операционный системасы болмайды. Бұл ноутбукта DOS деген операционный система, оның үстінен Windows'ты өзім установить еттім, Windows'ты накатывать еттім, оны активировать еттім, бәрі нормально жұмыс жасап тұр. Қазір Windows экранында 120 Гц бәрін ашты, бәрі жақсы жұмыс жасайды. Бұл жерде батареясы 4500 ба 5000 ба миллиамперге арналған. Ол дегеніміз бір 5-6 сағаттық ашин режимде жұмыс істегенге болады десек те болады. Ал енді бұның удобствосына келетін болсақ, яғни бұның салмағы 2-3 килограммды құрайды.
ноутбуктың экраны 15,6 дюйм, ол өзіңізбен сумкаңызға салып алып жүргенге ыңғайлы болады. 2,3 килограмм, ол осындай процессор, осындай видео картасымен, ол сізге айтайын, ол жақсы, менің ойымша жақсы деп ойлаймын, салмаған 2,3 килограммда. Кейбір ноутбуктар бар, оның қайда слабый нелер, ол бірақ 2,3 емес 3 килограммда болуы мүмкін. Және де бұл тонкий десек те болады. Ал экран туралы айтатын болсақ, экранында қарап тұрсаңыздар, Nano Edge деген технологиясы бойынша жасалған. Мына рамкалары коротенький, яғни қысқа. Ол дегеніміз сізге больше погружение в игру дейді. Ойынға немесе экранға жақсы көзіңіз кіреді. Ал кейбір ноутбуктар барға экран дисплейінде мынандай толщинасы бар рамкалар болады. Менің осыған дейінгі болған ноутбугымда сондай болған. Ол қалай айтсақ көзіңізге ұнамайды. Менің көзіме ұнамады, сондықтан осындай технология болғаны маған қайта жақсы. Және де не ұмытып кетуім мүмкін. Бұл жерде дизайн айтатын болсақ, бұл жердің дизайны енді мына жерде осындай Asus-тың өзінің осы TUF деген сериясында арнайы мына жерде значогы бар, аты бар, TUF Gaming деген. Негізі былай қарап тұрсаң, осы RGB подсветкасын өшіріп қоятын болсаң, былай айтқанда қатты игровой ноутбук деп айтуға да келмейді. Себебі бұл таза қақ-қара. Игровой ноутбуктарды в основном қып-қызыл қылып андай нелерін жасайтын болса, бұл жерде элегантно көрсетілген, элегантно көрсетіліп тұр ноутбуктың осы поверхности, яғни тек қана ойынға арналған екен көрсететін TUF Gaming деген осындай значогымен аты. В основном ноутбук негізі жақсы десек те болады. Ноутбуктың мына жеріндегісі, яғни Asus деген сөзі жанады. Ноутбуктың неден, қандай металдан жасалғанын айталатын болсақ, осындай покрышкасы, яғни крышкасы металл мен пластик аралас. Сәл металлға жақын, бірақ пластик, бірақ металлмен араласпа сондай. Ал ноутбуктың өзі мына жерлердің бәрі пластиктен жасалған. Ол пластиктің качествосы мықты, бетін полилизованный дейма, сондай бір технология бойынша жасаған, и ол сізге на ощупь ұстағаныңызға жақсы. Маған ұстағанға қайда күшті сезілді. Бұл ноутбуктың тағы озу туралы айтатын болсақ, озуы 8 гигабайтты, 2400 гигагерц па озуларда сондай частотада жұмыс істейді. Озуын 32 гигабайтқа дейін үлкейтуге болады. 1 терабайттық памяти бар. SSD емес, SSD-де орнатуға болады, онда ячейкасы бар. Ал осы ноутбуктың толыққанды несін айтатын болсақ, атын FX 505 DT AL115. Осы Asus Gaming, TUF Gaming сериясында осы 505 DT-да 120 Гц экран бүкіл ноутбуктарда жоқ. Ол бүкіл ноутбуктарда жоқ. Қандай ноутбуктарда бар десеңіз, ол Asus TUF Gaming FX 505 DT және сызықша AL115. AL деген сериясының бәрінде бар. 115, 201 сонда кете береді. AL болса экраны 120 Гц болу керек. Және де BN, BQ дегендер бар. Оларда, как обычно, 60 Гц экран тұрады. Енді бағасын айта кетейік. Осындай процессор, осындай видеокарта, осындай экранға қанша сұрайды десек болады. Қанша сұрайды? 249.990 теңгеге мен Технодомнан осыдан 1-2 күн бұрын алып келдім. Технодомда скидка болды ма, или маған солай арзан болып көрінді ма, басқа жақпен анализировать етіп қарағанда, салыстырғанда басқа магазиндермен, бұл ноутбук 249 мыңға осындай процессор видеокартасымен мен үшін как будто арзан нәрсені алып отқан сияқты боласың. Ол дегеніміз, бұл ноутбук бұндай ақшаға былай адам деген топырлап алып кету керек.
Мен барғанда да уже витринада қалды, біреу ғана складтама қалды, по Казахстану әз болып қалған тұғын. Сондықтан ноутбук планировать етіп жүрсеңіз, аламын деп осы ноутбукқа қарасаңыз болады, өзіңіздің қалаңыздан. Сілтемесі ноутбукқа описанияда болады. Қазіргі бағасы уже көтеріліп кетуі мүмкін. Бұл видео шыққан кездегі баға уже көтеріліп кетуі мүмкін. Себебі мен 249 мың по акции десек болады, 50 мың теңге скидкамен алдым. Ол қазір негізі 309 мың тұру керек, скидкамен осындай алдым. Және де осындай процессор, осындай видеокартамен басқа ноутбуктар бар, HP-дің, Acer-дің, олар уже 300 мыңнан жоғары тұрады. Почти 50 мың 60 мыңға арзан алып тұрсында, и оларда в основном 120 Гц экраны жоқ. Енді осы ноутбукқа толыққанды шолу қаласаңыздар, осы ойын ноутбугына толыққанды шолу қаласаңыздар, сілтемеге жазып, және де лайктарыңыз басып, және де каналға жазылып кетіңіздер. Сондықтан мен сіздердің осы лайк басқандарыңыз арқылы маған мотивация болады да, осы видеоның толыққанды шолуын, осы ноутбуктың толыққанды шолуын тезірек жасап шығаруға маған қалай айтса екен мотивация болады. Сондықтан лайктарыңызды басыңыздар, видео ұнаса, және де комментарияға қандай осыдан мықты, сол 249 мыңға осыдан мықты ноутбук бар деп ойлайсыздар, бар болса соның сілтемесімен комментария жазып кетіңіздер, бірге талқылайтын боламыз. Көріскенше сау болыңыздар.